Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейне шығармасынан үзінді. Бұл шығарма 20 ғасырдағы Семей ядролық полигонының зардабын көрген халықтың трагедиясын, оның ішінде балалықтың қайғысын бейнелейді. Бүгін менің туған күнім Жарығай. 20-дамын. Тұлымшағы желкілдеген бозбала емеспін. Бой түзеген сұлуымын. Бүгін тіпті қатират айтсем де көңілді. Ана қалада қабылаған бар ғой, содан қадап, өзінше үйленемін деп жазып жіберіпті. Енді қарауылда мәре-сәре той болады. Қарауылда той өтпегелі қай заман. Ля-ля-ля-ля-ля. Мәңгі бала болушы ме еді тірі адам. Жарығай, мен бар ғой, сен сияқты көкте болғым келеді. Жер қазығын тарқ етіп, қарауылды мазақ етіп, қасына самғап ұшып барсам, қабыл алар менің сен мен Жарығай. Ұнатар менің Жарығай. Ұнатар. Қалшы Ләйлә, менімен бірге болшы дер едім. Ал мен болсам, жоқ, қалмаймын. Қарауылдың сұлу Ләйләсі болар дер едім. Ля-ля-ля-ля-ля. Ей, шайтан! Ой. Іздемеген жерім жоқ ей. Қайда жоғаласың осы сен кеш батқанда зым-зия болып? Қайда жүрсің деймесің? Табанымнан таусылып, қараң батқыр. Неге үндемейсің? Әлде саған шайтан деген сөзі ұнамай қалды ма? Албастысың, білдің бе? Шайтансың. Қайда жүрсің деймен саған? Ой, адам емеспіз бе? Жүрміз ғой далада. Ойбай, адам емеспін бе? Адами сиқың жоқ. Қайда болдың деймен саған? Малғорада жұмысым бітті ғой, Қатират әте. Мынау жылайды ғой өзі. Осыдан кеш батқанда аяғыңды үйден аттап бас, мен сенің түбеңді оям, сүйкімсіз. Көрсетті, Құдай маған-ау. Қабылбегім үйленем дейді. Құдайға мыңда бір шүкір. Осы күнге де жеттік-ау. Әлгі ана келем дегендері қайда екен? Көмектесем деп еді, кеш болса батып қал. Қайда жүр аналар? Ай-ай күнім, ай-ай келмай, апырмай-ау. Ай-ай күнім, ай-ай келмай, апырмай-ау. Ай-ай күнім, ай-ай келмай, апырмай-ау. Жұрттан қалғандай боп, жападан жалғыз жұтап қалғанда Қабылымның үйленем дегені жақсы хабар болды емес пе? Қорыққан да бір, күлген де бір демекші. Біресе күліп, біресе жылап отырмын. Бұлар үйленсе қаласында үйленеді. Тойларын қаласында жасайды. Қазір соңында елім бар, әке-шешем бар дейтін жас қалды ма? Екі аяқ аспаннан салбырап түскендей. Ойбай-ау, жүгірмек қатшаның баласын айтамын да. Ойбай, не болыпты? Шешесін тойына шақырмапты. Масқара! Кеше барсам көз жасы етегіне толып жылап отыр. Үйленемін дейді. Сол да бір сорлы. Былтыр оны газетке шығарамын деген ғой. Сөйтсе, апа, ештеңе салмаңыз, полигонның тамағын жемейміз депті, садаған кеткірлер. Масқара! Ел жұрттың бәрі сондай деймісіңдер. Менің Қабылымның көкірегі ояу, санасы бар емес пе? Мінекей, қараңдаршы, жазыпты, оқыңдаршы. Тойым қарауылда өтеді, достарым елге келеді деп жазыпты. Жарығым. Айналайын сол, Құдай бере салған бала ғой. Құдай-ау, мен сияқты жесірдің көжасын көрген шығар. Жетімдік пен жесірлікті Құдайдан сұрап алмайсың. Басқа түссе көнесің. Енді сол жалғыздан басқа кімім бар менің? Енді басымызға бас, жасымызға жас қосылғанда, Қабылымның тойына шашылатын Қатира ма? Ай-ай күнім, ай-ай керім-ай, апырмай
Не деп саңдалып отырсың? Менің 4 қызым бар, сонда немене? Олар бала тумау керек па? Не деп айтысып отырсың, ей? Ой, иманымызды ұшырдың ғой. Ой, шекстім десе. Түрін қарашы сол, албасыздай бол. Анау Алматыдағы қатшаның баласын айтамын да. Біледі ол, білген соң айтады да. Не депті? Қарауыл емес, полигон депті. Бізді бұл жерден әдейі көшірмейді ғой. Тәжірибе үшін керекпіз ғой біз ғылымға. Адам дертінен қалай өзгеріске ұшырар екен деп күтіп отыр еді жоғарыдағылар. Оқыған емес пе? Қатшаның баласы айтқан. Сұлық қой мынау. Сұлық! Мен келдім. Көрінем бе? Мүсіркеме сен мені. Менің сезімім бүтін. Ақылы дұрыс қыз болам күнәсіз. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кекпен қасіретке тол жарғай. Мені қарауылдың адамдар көрген сайын мұны Алла тағала 12 мүшесіне саулығына шүкір етсін деп жаратқан дейді жарғай. Солай ма? Шыныңды айт жарығай. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мені құмардан басқа қарауылдың адамдарының бәрі шайтан деп кемсітеді. Шайтан қыз дейді мен жарығай. Менің мұңдасым да, сырласым да, арман қуған тілегімді тыңдаушым да өзіңсің ғой жарығай. Мені қарауылдың адамдары көрген сайын үдірейіп қашады. Бәрі менен қашады жарығай, бәрі менен қашады. Жарығай, сен де менен қаштың ба? Жарығай, кетпеші. Сен де менен жеркенемісің жарығай. Мен сен бәрібір тауып алам жарығай. Кетпеші. Ертең де осы терең сайда кездесейік жарығай. Кетпеш жарығай. Лейля, опа, мен ғой апа. Сағындың ба? Апаң екеуіңіз жұбы жазылмастай дос болыпсыздар, иә? Қатира тәтем айтып еді, екеуі керемет әнші деп. Сол рас па? Арыз суы таусылмас, жобымыз жазылмас күн өтті ғой. Апаңдан сағыныштан зарықтым ғой. Апаң деп қосшы мені. Апам сағынғанда қандай? Сағыныштан сарғайғанда қандай? Апатай, құпытасыңа өзегім толып айқай салып барғанда қайда болдың, апа? Терең сайда паналағанда қайда болдың, апа? Қатира тәтемнің соққысына шыдамай, сені іздеп барғанда қайда болдың, апа? Неге мен жалғыз тастап кеттің, апа? Берші көкірегіңді, аш ұмырыңды. Талағым жарылып кеткенше, искенші ұмырыңды, апа. Еу жарқын, сен де жетім, мен де сорлап қалған сормаңдаймын. О, не дегеніңіз, апа? Құдай мені аяған жоқ. Ішіме біткен жаранама жалғыз көз, жалғыз құлақ, жалғыз қол ғана берді. Жас күшіктей көзін ашпай жатып тағдырына қарғыс дегенше, өлгені өзіне жақсы, адамның сор болып, мың рет сүйретіліп өлгенше, бір рет өлсін дедім. Я сөйттім. Өз баламды өзім, мына қолдарыммен өз өлтірген Қарабике. Бұл өмірдің не сәні қалды? Тоғысың да бір түрлі. Сосын мына көйлегіңді мәліметпей қысқасын кесе, шашыңды буып, бантик тақ. Бантик тағып, ұзын көйлек ки. Өз
Жарығым-ау, басқа жерің өзгермей қолың қалай өзгерген? Жамандық қой мынау. Жамандық емес, Қатира тәте. Мен де өзім өсетін шығармайтыңыздаршы. Өсіресің қолым, өсіресің. Алланың басына бергеніне көнерсің. Жарығым, басқа жерің шығар. Қарамашы. Қарама, қорқамын, өзімнен қорқамын. Тойын қылсын, бармаймын тойына. Ләйлә, Ләйлә. Сүйінші, той басталды. Келін келді. Сүйінші, халайық. Әй Ләйлә, қалайсың? Ой, сәлем. Есіңде ме? Біз сені баяғыда Ақлайлөк деп айтушы едік қой. Сен сыныптағы ең өжет қыздардың бірі едің. Сыныптастардан біреуді көріп тұрасың ба? Әй, сен де сөйлемейтін болғансың ба? Құмар, мен сағындым ба? Иә, сағындым. Расымен бе? Рас, Ақлайлөк. Ей Ләйлә, Ләйлә. Ана жастарға кедергі келтірмей, үйге бар, тыныш отыр. Қатира тәте. Ей Құмар, ертең Қарауыл полигонының құрбандарын арналған қаралы митинг болады. Ләйләні алаңға шығарып, ақша жасамадық па? Дұрыс айтасыз. Елдің көзі Ләйләда болады. Аяушылық көрсетіп, ақша салады. Ақшаның астында қалмадық па? Доғарыңдар. Бар сенгені өзіңіз едіңіз ғой, Қатира тәте. Барымда, нарымда өзіңіз едіңіз ғой, Қатира тәте. Құмар, сенші Құмар. Бұлай өмір сүргенде көргенім артық еді ғой. Ләйлә, сен бізді дұрыс түсінбедің, Ләйлә. Айналдым ба? Құрбанына. Жер бетінде маған орын болмады ма? Жалғызбын мен мәңгілік бала бейне. Жаратқан-ау, мен жылулықты сезбедім. Бұл өмірге аяқ басып келгеніммен шайтан деген атым қалып бұл өмірде. Бәрі күлген, мынау менің келбетімден. Анашымның жылулығын сезбедім мен. Әкеме еркелеп те бір күлмедім. Аямады, қорлады ғой жанымды. Таптады ғой, сындырды ғой сағымды. Полигоннан қаза тапқан көп бала қызыл өртке оранды ғой қайран дала. Жаратқан-ау, келдім міне өзіңе. Бәлкім сенен жылулықты сезінем бе? Тәңірім-ау, бір өзіңнен сұранарым. Жарылыстан болмасыншы жер жүзінде.